шамамен 80%-ға көтеріліп отыр. Бұл өсімді немен байланыстыруға болады? Осы біздің инвестициялық әлеуетіміз төмендетпеу үшін, кейін халықтың тапқа бөлінуіне, жаңағы бағалардың өсіп кетуіне. Осы 20 жасында 6,5 миллион жинау жалпы мүмкін емес қой? Бар болғаны 1000 теңге. Соның өзін төлей алатын адамдардың саны жаңағы 2 миллионға жетіп тұр да. Жұмыс берушілер аударған ақшаны толық осы қызметкерлердің өзіне берейік деп отыр. Шекті ақша бар ғой, соны кім 25 жылда жинай алатын болса, ол сол кезден пенсияға шыға алады. Осы шешім қабылданып жатқан кезде, жалпы талқыланып жатқан кезде сарапшылар кейін оларды анау медициналық бір кездейсоқ жағдай болса, медициналық қабылдамайды, айтады, сен өткізбе. Армысыз көрермен, бүгін Мәлімнің сұхбат алаңында белгілі экономист қаржыгер Сапарбай Жобаев. Қайырлы күн. Күні кеше мерзімінен бұрын пайдалануға болатын зейнетақының шекті мөлшері өсті, шамамен 80%-ға көтеріліп отыр. Бұл өсімді немен байланыстыруға болады? Бұның енді екі себебі бар. Біріншісі, естеріңізде болса, осыдан бір 2 жыл алдын қаржыгерлер, өте күшті қаржыгерлер алтауы президентке хат жазған еді. Осы зейнетақы қорындағы ақшаны, мәселен, шекті мөлшерден асығын алуға бұны тыйым салынсын. Бұл Қазақстанның инвестициялық әлеуеті, кейін халықтардың арасында жаңағы баға асу нәрселері бар деп жазғанды. Соның енді жаңағы екі себепке, бірінші сол зейнетақы қорына тимеу керек, екіншісі бұл біздің инвестициялық әлеуетіміз, оны азайтпау керек. Сол үшін бүгінгі күнде енді соны бірден бекітіп қоймастан азғантайда болса біреулерге мүмкіндік жаратып тұр да. Енді біреулер дегенім өте бай адам болу керек. Енді мәселен жаңағы 20 жасында 6 миллион жинайтын, ал енді 61 жаста әйелдер 20 миллион жинайтын, 63 жасында еркектер сол 21 миллион жинайтын. Бұл енді біздің арамызда көп болса бір 2-3% ғана болуы мүмкін болса. Себебі анау алдыңғы шектен асатындар бізде бір 6-7% ғана еді. Енді соны жаңағы 79%-ға көтергеннен кейін менің есебім бойынша бір көп болса 2-3% ғана адам қалады. Бұл дегені, бұл зейнетақы қорына жалпы тимеуге жақындатып тұрмыз да. Үкімет осы біздің инвестициялық әлеуетіміз төмендетпеу үшін, кейін халықтың тапқа бөлінуіне, жаңағы бағалардың өсіп кетуіне азғантайда болса шек қою үшін. Неге? Себебі бұл неге өсіп кетеді баға? Бұл біздің бүгінгі істеп жатқан ақшамыз емес та. Ол бір жиналып тұрған қор. Егер де сол қорды біз мәселен жаңағы бүгін экономикаға тастасақ, экономикада өнім көбеймейді ғой. Ақша көбейеді, сұраныс көбейеді, инфляция болып кетеді. Ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан бұл ақшаны жалпы тастамау керек еді басында. Енді мейлі өткен іске салауат, бұны тасталды. Енді соны үкімет түсініп, ақырын оны шекті мөлшерін көтеріп жатыр. Мен түсінігім осындай. Бір қызық нәрсе, расымен 20 жастағылар үшін шекті сома 6,5 миллион теңге. Мұнша қаржыны жинау үшін адам қайда жұмыс істеу керек? Бұл жерде әдістеме деген нәрсе бар да. Ол 20 жасынан енді еркек адамды есептейік, 20 жасынан 43 жыл жұмыс істейді. Сол 43 жылде бізде ол орта есеппен жалақы алады деген пікір бар. Ол ауырып қалуы мүмкін, ол демалысқа шығуы мүмкін, оның бір басқа да мүмкіндіктері болмай жұмыссыз қалып кетуі мүмкін деген нәрселерді алдын есептемеген. Енді қазір солардың бәрін жаңағы бізде енді бір 98 жылдан бері 28 жыл болды. Осы қанша адам зейнетақы қорына ақша өткізіп жатыр, қаншадан өткізіп жатыр, бізде әдістеме бар. Мәселен, мен енді ашық айтуым керек, 9,5 миллион бізде жұмыс күші бар. Тұрақты түрде зейнетақы қорын жақсы толтырып жатқандар бар болғаны 4,5-5,5 миллион ғана. Қалғаның бір жаңағы 7,5-ға дейін тұрақсыз ақша өткізеді, ал 7,5-нан 9,5-ға дейін 2 миллионды белгісіз. Бұларды енді анау не дейміз, өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Биыл салық кодексінде өзгерістер енгізіп, оларға да еш болмаса 1000 теңгеден салып тұрыңдар деп бір мүмкіндік жасап жатырмыз. Бар болғаны 1000 теңге.
Соның өзін төлей алатын адамдардың саны жаңағы 2 миллионға жетіп тұр да. Соларды енді біз тауып барлығынан жаңағы медициналық қызмет қылғанда, басқа қызмет қылғандарды шектеп, олардың бәрін тауып, сол 9,5 миллионға жеткізуіміз керек. Себебі 11,5 миллионнан арғы жағы ересек адам болса, бір 2,5 миллион зейнеткерлер, арғы жағы балалар, сондай оларды енді мемлекеттің өзі сақтандырып тұр. Я ол түсінікті, бірақ осы 20 жасында 6,5 миллион жинау жалпы мүмкін емес қой, қисынға келмейді. Енді ол мүмкін емес екені анық, бірақ біздің Қазақстанда барлық нәрсе мүмкін. Неге? Мәселен, бір олигархтың баласы болса, ол бізде 16 жасынан жұмыс істеуге мүмкіндігі бар да. Сөйтіп ол айына мәселен жаңағы бір 10 миллион, 15 миллионнан жалақы алатын болса, соған жетіп қалуы да мүмкін. Мәселен, 15 миллион болатын болса, 10%-ы 1,5 миллион болады. А 1,5 миллионны бір жылда 12, где-то 2 миллион болады. А 4 жылда 8 миллион болады. Сонда 6 миллионнан жаңағы 2 миллионын ол алуға мүмкіндігі бар. Сондай да болуы мүмкін. Енді бұл назариялық тұрғыдан да, теориялық тұрғыдан. Әрине оған бір 15 миллион, жаңағы 20 миллиондық жалақыны ешкім жазбайды ғой. Бірақ біз білеміз, біздің кейбір олигархтар, жаңағы әкімдер, министрлер, болмаса олардың әйелдері миллиардтап ақша алады. Миллион бұла тұрсын. Ал сол миллиардтап қаяқтан алып жатыр? Яғни мүмкіндігі бар деген сөз. Сосын қазір жалпы зейнетақы жүйесін өзгертеміз деп жатыр ғой, соның тәсіл ретінде осы еңбек өтіліне қарай зейнетке шығару деген әдіс қарастырылып жатыр. Бұл ұсыныс қолдау табуы мүмкін бе? Сосын тағы бір бастама, 4+1 жүйесі жұмыс берушілер аударған ақшаны толық осы қызметкерлердің өзіне берейік деп отыр. Мен енді осы мынау соңғысынан бастайын. Неге бізде осы жұмыс берушілерді де 5%-ға шығармақшы бар. Қазіргі күнде бір 2-3%-ға жетті, ал 28 жылы 5%-ға жетеді. Себебі қазіргі зейнетке шығып жатқан көп адамдардың, 95% адамдардың мынау өмір сүру деңгейі бар ғой бізде. Бүгін күнде мәселен 78-79 жыл болатын болса, еркектер 72 жыл, әйелдер 80 жылдан асады. Сонда бізде 75-76 жыл орта өмір сүру. Сонда егерде еркектер 63-тен 75-ке дейін 12 жыл жасау керек, сол 12 жылға еш болмаса әлгі ең төменгі себеппен, яғни төменгі айлықпен жететін адам болу керек. Соны қамтамасыз ету керек. Оның бір енді 30% ба 40% ба болады әлгі негізгі базовый пенсия дейміз ғой. Соған қамтамасыз етеді, ал қалған 50-60%-ын ол өзінің жинаған ақшасымен жеткізу керек. Ал ол ақша кемінде бір жаңағы сол көрсетілген жаңағы шектеу қойылған ғой. 22 миллион, 21 миллион сондай ақша болу керек. Мүмкін ол одан да көп жасайтын шығар. Онда ол енді егер ақшасы көп боласын болса, сақтандыру қорына өткізіп, аннуитетке өтуі мүмкін. Егерде көп адамдар қазір сол рұқсат беріп жатыр. Бұл сондықтан жаңағы соңғы сұрауың, неге жаңағы жұмыс берушілер 15%-ға дейін жеткізу керек. Өзі 10% жұмысшылар көп. Яғни көбейту керек. Аз. Себебі. Бұл бірінші сұрағың. Енді сен жаңағы бірінші сұрағаның еңбек өтілі мен зейнетке шығару деген сөз. Яғни адам бір 25 жастан жұмыс істейтін болса, және 25 жыл өтілі болады, 50 жасында ол адам мүмкін жаңағы бір творчестволық жұмысқа өтеді ма, я болмасам бір ауырып қалуы ма, бір кездейсоқ жағдай болуы ма, жаңағы енді Құдайдың өзі сақтасын ғой, сондай мүмкіндіктері болып, ары қарай жұмыс істемейтін болса, бірақ ол 25 жылда жинады ақшасын. Жинаған ақшаны ғана, адам жинаған ақшасын ғана. Жаңағы көрсеткен шекті ақша бар ғой, соны кім 25 жылда жинай алатын болса, ол сол кезден пенсияға шыға алады. Яғни назари жолмен, назари сияқты ме, теоретически 50-ден де адамдар пенсияға шығуы мүмкін. Біз енді 55 жасар деп әлгі көп балалар шығарамыз ғой. Мүмкін әйелдер де сол жаңағы шекті мөлшерін сол 50-де жеткізіп алатын шығар. Соған біз өтпекшіміз, сол жүйеге. Бірақ оның енді қазірше шешім қабылданған жоқ. Себебі бізде 25 жылда сонша ақша жинайтын адам өте аз жеткілікті. Сондықтан 25 жастан кейін сол қандай бір кездейсоқ оқиға болған кезде зейнетке шығаруға мүмкіндігі болу деген шешім бар. Бізде енді мынау бүгін күнде әскерилер, қызметтегілер, қорғаныс дейді ма, қауіпсіздік саласындағы қызметкерлер,
полиция олар шығып жатыр. Сондай-ақ депутаттар тарапынан тағы бір ұсыныс айтылды. Бұрын 1998-2011 жылдар аралығында осы кәсіпкерлер жарнаны 90 сайын аударып отырған. Бұл сол кездегі заңға сәйкес қолданыстағы. Бірақ сол жарна 90 сайын түсіп тұрғандықтан олардың еңбек өтілі 1 жыл емес 4 ай болып жазылған. Соның салдарынан 30 жыл еңбек еткен тынбай адамдардың қазіргі өтілі бір 14-15 жылға кеміп кеткен. Осы теңсіздікті жоюға мүмкіндік бар ма? Әрине жою мүмкін. Бұл деген сөз бүгінгі күндегі мынау цифрландыру, жаңағы искусственный интеллектті не дейміз, жасанды интеллект сияқты бақылау жақсы болу керек та. Себебі бізде растан айтасың, көп жағдайларда біреулер жұмыс істеп жүріп, жылдың соңында біледі, ой, мен жалақы алып жүрдім, ал бірақ бухгалтерия жаңағы зейнетақы қорына ақша өткізбепті дейді. Кейін оларды анау медициналық бір кездейсоқ жағдай болса, медициналық қабылдамайды, айтады, сен өткізбегенсің. Мен істеп жүрмін ғой. Сондай қазір өте көп біраз бар енді осындай нәрселер. Енді бұларды бұл енді не дейміз әлгі сәл қылмысқа жақынырақ жұмыста, ол жұмыс беруші жұмыс істеді ма, жалақы алды ма, зейнетақы қорына өткізу керек. Ол бухгалтерлерді, соның бастықтарын жауапқа тарту керек. Бұл осындай мәселе. Ал бірақ оны мәселен жаңағы 1-2 жыл істеп, кейін оның жұмыс істеу өтілі болмастан, одан кейін 3-4 жылдан кейін қайтадан істесе, ол қосылып кете береді. Ол арасындағы ғана қалады, бірақ жұмыс істемеген кезінде оның жаңағы медициналық я басқа да жеңілдіктері азайып қалуы мүмкін. Сондықтан қазір байқайсың ба, егерде біреу адам 3 ай істеместен 4-ші ай болса, арғы 3 айға да төлеп қойшы деп өтінеді. Енді жаңағы мен бағанағы айтқандай өзін өзі қамтамасыз ететіндер бар болғаны 1000 теңге төлейді, 4000 теңге төлейді, біреу әлеуметтік салық, жаңағы 1000 салыққа, 1000 медициналға, 1000 зейнетақы қорына кетеді. Сол 1000-ді төлеп қой дейді. Ол сонда жаңағы 4 айға 12000 төлесе, оның медициналық қамтамасыз етуі үзілмейді. Бірақ өтілі үзіледі. Ол сөз жоқ. Өтілі басқаша есептелінеді. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, жинақты мерзімнен бұрын алу инфляциялық қысымды күшейтеді деп. Бірақ осы шешім қабылданып жатқан кезде, жалпы талқыланып жатқан кезде сарапшылар шекті соманың мөлшерін өсіргеннен немесе талапты күшейткеннен инфляциялық қысым азаймайды деді. Бұл пікірмен келісесіз бе? Енді бұл пікірге кейбір кезде қосылудан мүмкін, қосылмаудан мүмкін. Мен бұны түсіндіріп беремін. Себебі инфляция мен бюджет, менің монетарлық саясатпен, енді мен көп шұғылданғанмын. Бізде монетарлық саясат бар, фискалдық саясат бар. Монетарлық саясат бұл ақша несие саясаты. Бүгінгі күнде ол біздің ұлттық банктың монетарлық саясаты дұрыс. Неге анау 18%, 17%-дан негізгі мөлшерлемені қойып қойған? Яғни ол кезде адамдар ақшасын экономикаға, бірні саудаға, өзінің тұтынуына қолданудан көрі банкке апарып, жаңағы 17-20%-дық үстеме алуға қызғады. Сөйтіп экономикада ақша азаяды, кәсіпорындарда. Түсінікті. Кейін кәсіпорындар 25%-дан несие алуға қызықпайды. Біздің президент неше рет айтып отыр ғой, неге сендер өнеркәсіпті, кәсіпкерлерді қаржыландырмайсыңдар? Кәсіпкерлердің өздері алмаса, оны банктер мәжбүрлеп бермейді ғой. Сондықтан банктер жаңағы 20-25-тік тұтыну адамдарға несие беруге қызығады. Себебі олар 3-4 айды ойлайды, ол мен 12% төлей салам дейді. Негізінен ол жылды 24% төлеп жатыр. Сондықтан бұл монетарлық саясат, бұл инфляцияны шектеу. Бірақ бізде фискалдық саясат дегеніміз бар, бюджеттік салық саясаты. Ол осы ақсап тұр бүгінгі күнде. Неге? Себебі бюджетке біз өзі бюджетпен жасауымыз керек. Салық мәселен бүгінгі күнде 15 миллион болса, біздің бюджетіміз көп болса 15 триллион болатын болса, салықтан түсетін ақша. Біздің бюджетіміздің шығыны көп болса 16-17 триллион болу керек еді. Бүгінгі күнде біздің салықтық шығындарымыз, бюджеттік шығындарымыз 27 триллион. Оның осы 10 триллионын біз 5 триллионын тапшылық деп 5 триллионын ұлттық қордан алып тұрған едік. Яғни еңбексіз бір ақша пайда болып жатыр да экономикамызда. Бұл инфляцияны әр жыл көтере береді. Оны тоқтату мүмкін емес. Міне мәселен көрші Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей бізден енді кейбір кездерде нашар, бірақ оларда инфляция 5, 7, 8%. Бізде 12-13%-ға шығып кетеді. Неге? Себебі біз ұлттық қордан ақшаны экономикаға көп тастаймыз. Енді біздің билік өзін ақтайды, ой, бізге жол керек, ой, бізге завод керек, ой, бізге анау жылу электростанциясын қарау керек.
олардың тарифін туырлағаннан гөрі, тарифте инвестиция дегені қой, сол инвестиция тартудың орнына бюджеттен ақша алады. Себебі бізде мынау квази мемлекеттік кәсіпорындар өте көп, және 500 солардың жанында жауапкершілік шектеулі серіктестіктер бар. Солардың барлығы бюджеттен ақша алып жасап отыр. Ана біздің олигархтарымыз не байып жатыр? Бәрі бюджеттің ақшасын, ұлттық қордың ақшасын адағанша ұйықтамай жатыр да. Сондықтан бұл инфляцияны тоқтатпайды. Сондықтан біз қазір мынау естеріңде болса 2011 жылдан бері айтамыз. Ұлттық қордан ақшаны алмау керек деп. Қаяқтан алмаймыз? Әр жылы 10-12 миллиард доллар 5-6 триллион ақша алып отырмыз. Соны биыл да тоқтат деді. Биылдың өзінде 2,7 триллион аламыз деген еді. Қазірдің өзінде бәрін алып қойдық. Сондықтан бізде инфляция тоқтауы мүмкін емес. Инфляцияны тоқтау үшін осы үкімет фискалдық, яғни салық, бюджет саясатын қатаң жүргізу керек. Мына көрші Қырғыз еліне ұқсап. Қатаң жүргізу дегеніміз қалай сонда? Құрылыстарды тоқтатуымыз керек пе? Жоқ, құрылыстарды тоқтату керек емес. Құрылыстарды сол құрылысшылардың өздерінің ақшасына, банктың ақшасына құру керек. Бюджеттің ақшасына емес. Бізде жаңағы отбасы банк, самұрық қазына, ұлттық банк барлығы сол құрылысқа, құрылыс олигархтарын қолдап, осындай бір бағдарламаларды ойлап табады, ой, халық қиналып қалды деп, ақшаның негізі 90% олигархтардың қалтасына кетіп жатыр. Демек біздің билік, үкімет қазір экономикалық өсімді бір қолдан жасап отыр деп айтуға келеді ғой? Қолдан жасап, бюджеттен жасап отыр да. Бюджеттен ақшасына жасап отыр. Ол бюджеттен экономикаға ақша беруді өте азайту керек. Көп болса 10-15% болу керек еді. Бізде 40% береді. Ал енді әлеуметтік бағдарламаларды есіңде болса, біздің үкімет мақтанып отыр. Ой, өткен жыл 40% еді, соны 38%-ға түсірдік деп. Ал дүние жүзіндегі мемлекеттердің бюджетінің 55-65% әлеуметтік бағдарламаларға кетеді. Біз 38%-мен мақтанып отырмыз. Осы мәселе, ол 38% болғаннан кейін, жаңағы енді кейбір келеңсіздіктер бар, қылмыстар бар. Жаңағы біреулер не дейді, мүгедек болмаса да мүгедекті болып алып жатқандар бар. Енді ол өзіміздің Қазақстанның адамдарының істеген ісі. Оны енді бақылау керек, оны тексеру керек. Ал енді егерде әділетті болатын болса, сол бюджеттің әлеуметтік бағдарламаларға, яғни зейнеткерлерге, көп балаларға, жетімдерге, мүгедектерге беретін ақша бюджеттің 55-60% болу керек. Ол дүниесінде мемлекеттің функциясы сол не дейді, мұқтаж адамдарға, осал жандарға жәрдем беру, ал жаңағы өзінің олигархтарына ақша беру емес. Енді қазір шекті сома өскен соң үй алу, емделу мүлде мүмкін емес дүниеге айналып отыр. Ал сіз айтқан сол 2-3% адам әрі қарай пәтерді алып, жаңағы осы үй алып, жаңағы емделіп деген секілді бір ақшаларын жарататын болса, бұл нарыққа әсер етпейді ғой? Әсер ете қоймайды, иә. Әсер ете қоймайды. Бірақ енді оларға да мүмкіндік беріп жатыр да. Расында да біздің қоғамда, мәселен жаңағы мен салықты айттым ғой. Президентіміз 2019 жылы прогрессивті салықты кіргізіңдер, бай адамдарды ақшасымен бөліссін деген еді. Сол 6-7 жыл біздің үкімет еш нәрсе істеген жоқ. Биыл, әлгі орыс тілінде гора мышь родила дейді ғой, 15%-ға 3 миллионнан жоғары айлықты ғана жазып қойды. Олар 15% төлесін деді. Қалған мәселен 2,9 миллион, 2,5 миллион алатын адамдар жаңағы еден жуушы медбикемен бірге 10% төлейді. Ал анау 26 мыңға адам 3 миллионнан жоғары алатын адам. Яғни бұл бір не дейді, бір ойын сияқты болып қалды. Бұл ешқандай бюджетке пайдасы жоқ. Сондықтан жаңағы 2-3% адамдар егерде өте көп ақша алатындар болса, ол енді құрылысшыларға жақсы, әрине, ол бірінші құрылысқа кетеді, басқа денсаулық тоқтату керек. Сол құрылыстағы Қазақстан енді құрылысымыз өте мұқтаж ғой ақшаға, шетелдік инвестиция келу керек, өзіміздің инвесторлар келу керек. Сол жаңағы бай адамдардың да ақшасы соған өтсе, бір құба-құп, оған ешкім қарсы емес. Бұл инфляцияны жоғарылатпайды. Инфляцияны бағанағы ұлттық қормен ақшасымен жаңағы тапшылықтарға берілетін ақша, 10 триллион ақша инфляцияны көбейтіп тұр. Ұлттық банк базалық ставканы 17%-ға түсірді, оған инфляцияның төмендеуі, яғни 10-4%-ға дейін түсу ықпал еткенін айтты. Егер осы инфляция одан әрі баяулап, бір сандық мәнге түссе, базалық ставка төмендей береді деп айта аламыз ба, әлде ерте ме?
әлі ерте деп айтамын. Мәселен 18-ден 17-ге түсірді деген сөз, бұл өзгеріс біз қарапайым халық сезбей де қалуы мүмкін. Мәселен сол жаңағы тұтыну несиелері мәселен 20-25 болатын болса, бәрібір сол бойында тұра береді. 17-ден ары қарай маржасы бұрын 5% болса, маржасы бүгін енді 6% тұра береді банктер. Сондықтан былай инфляцияға әсері өте аз. Ал енді халықтың жаңағы ақшаны депозитке қызығуын бәрібір ұстап тұру керек та ұлттық банк. Егер де оны мәселен ертең инфляция сен айтқандай төмендеп, мен енді жаңа төмендемейтін айттым, себебін төмендемейді жақын арада. Егер де біз мынау қырғыз бауырларымыз, өзбек бауырларымыз сияқты қатаң фискалдық саясатты жүргізсек, салық бюджет саясатын жүргізсек, онда төмендейді. Ал бірақ біздің олигархтар әлі ол саясатқа өтуге дайын емес. Олардың нелері, шығындары өте көп болып кетті. Соның бәрін ол бюджеттен қаржыландырып отыр. Қаяқтан Дубайда бір 300-ге жақын үй, басқа жерлерден үй алып жатыр. Осы ақшаны арқасынан алып жатыр олар. Олардың ұстап тұру үшін де, олардың қарауылына, оларды жинайтында, олардың жесіне бәріне төлеуге ақша керек. Сондықтан олигархтарымыз мына ұлттық қордан ақша алуды меніңше жақын арада тоқтата қоймайды. Сондықтан жақын арада бізде инфляцияны тоқтатуы да өте қиын. Мен бұны мына мысал ретінде бағана айттым ғой, президентіміз 19-шы жылы осыдан 7 жыл алдын айтқан еді, прогрессивті салықты кіргізіңдер деді. Әліге дейін кіргізген жоқ. Оны 15%-ға кіргізген әшейін жай, не дейді, бір мазақ сияқты. Ал енді мынау біздің көрші Ресеймен жағдайымыз бір ғой енді, бірақ енді Ресей соғысып жатыр. Мүмкін олар бүгін 25%-ға шығар. Ешкім ыңқ деп атқан жоқ. 25%-ға мен мәселен ойлар едім. Біздегі 1 миллионнан алатын адам 15%-дан төлесін, 1,5 миллион адам 20%-дан төлесін, 2 миллионнан арғарай алатын адамдар 30%-дан жеке табыс салығын төлеу керек. Сонда ғана инфляция сәл де болса төмендейді. Сондай ұлттық банк мұнай бағасын қайта қарады. Ол енді бареліне 60 емес, $90 болады деп болжанып отыр. Осы айырмашылық қазір ұлттық қорға кетіп жатыр ғой. Иә, ұлттық қорға кетеді. Неден? Шикізат, мұнай, жаңағы металл, солардан. Ал енді өнеркәсіпте істейтіндер, тасымалдаушылар, олардікі неге? Бюджетке кетеді. Қомақты қаражат түсейін деп тұр бюджетке. Ұлттық қорға да тура сондай. Бұның бір әсері бола ма халыққа? Әсері бола ма дейсің ғой? Енді осы жерде бір қызық жағдай бар да. Егерде доллар аз түссе, доллардың бағасы өткен жылы 535-525-ке шыққан еді, доллар аз түсіп жатыр деп. Біз енді жаңағы ұлттық қордан долларларды, ұлттық қорда доллар деген ақша бар. Соны алғанымыз үшін біз құдды бір экспорт жасағандай болып жатырмыз да. Содан жаңағы 10-12 миллиард алып жатырмыз ғой. Бұл қосымша ақша болды да, біздің теңгеміз қуаттанып кетті. Себебі доллар көбейіп кетті. Кейін бізде долларсыздандыру деген бір саясатымыз бар. Жұрттың бәрі қолындағы долларын сатып берді де теңгеге өтті. Сонда сатылатын доллар көбейіп кетті. Енді қазірде мынау долларда және мұнайдан түсетін болса, біздің теңгеміз және қуаттануы мүмкін еді. Бірақ соңғы күндері байқап отырсыңдар ма, доллар аз-маз күшейіп жатыр. Бұл ұлттық қордағы алатын ақшаны кейін әлгі біздің кәсіпорындар 50% квази мемлекеттік кәсіпорындар 50% экспорттық қаржысын сату керек ұлттық банкқа. Сол нәрсені ұлттық қордан да азайтып, солардың сатуын да азайтатын болса, онда бір тұрақты бағам болады. Оға дейін біздің сол жаңағы долларымыз көбейіп кететін болса, бұл бір кездерде осындай, қалай деймін, мынандай бір болезнь, ауру болған еді да, біз қазір соның несінде тұрып қалдық. Яғни теңгенің қуаттануы біздің кәсіпкерлер үшін тиімді емес. Ең жақсы теңге бір тұрақты тұрса, мәселен өткен жылы 525 педі, сол 525-те тұра берсе, ол жақсы. Неге? Себебі өткен жылы 1 миллион долларға экспорт қылған ұнға, яғни өсімдік майына, ол 525 миллион алған еді. Бүгін күнде ол экспорты барған 475-480 миллион теңге алып жатыр. 40-50 миллион теңге азайып кетті. Сондықтан ол экспортқа ынталандырмай қоюы мүмкін. Сондықтан біздің ұлттық банк жаңағы осы доллар түскенімен бәрібір біз доллардың бағамын көтереміз деп жатырмыз. Яғни бір-біріне қарама қарсы саясатты, монетарлық саясатты мен жаңа дұрыс дедім ғой, сол жұмыс істеп тұр. Ал енді біздің фискалдық саясат үкімет оған кедергі жасап отыр. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет, құрметті көрермен. Бүгін Мәлімнің сұхбат алаңында экономист Сапарбай Жобаев болды.
біздің YouTube арнамызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жүздескенше.